Өлген жүректің тірілуі. Бір күні бір шәкірті Яссауи бабадан бүйтіп сұрады: «Тақсыр, бұл дүниедегі ең ірі бақытсыздық не?» «Жүректің өлуі», деп жауап берді Әзірет Сұлтан. «Жүректің өлуі деген не? Ол неден өледі?» «Дүниеге толық байлануы. Адамзатқа деген махаббатты, дүниеге деген құштарлық жеңгенде пенденің бағы байланып, бақыты қайтады», деді ұстаз. Бәрі үнсіз қалды. Үнсіздікті бір мүриді және бұзды. Ол: «Тақсыр, өлген жүрек, сөнген ой қайтсе тіріледі», деді. Ол үшін дәруіштің көз жанары құлшылықта құрғамасын. Себебі Алланың рахметі көздің жасымен келеді. Тәңірі тағала Құранда «Бұ дүниеде аз күліңдер, көп жылаңдар» деген. Момынның жүрегі қорқынышта болсын. Бұл көңілдегі кібірлікті жояды. Тән құмарынан рух қалауы биік тұрсын. Кәпір нәпсі денесін билемесін. Тәні тәубе еткенде маңдайы сәжде етсін. Қолы сақауатта, аяғы шариғатта болсын. Неғұрлым жомарт болса, соғұрлым Алланың рахметіне шомылады. Астың адалын жесін. Түнде аш құрсақ жатып, сахарда сергек тұрсын. Құлағы жөн сөзге түрік, бос сөзге бітеу болсын. Өмірлік мұратын Алланың дидары бассын. Тілі зікірмен, ойы пікірмен, көңілі шүкірмен шұғылдансын. Зікір жүректің емі, пікір ақылдың кені, шүкір сабырдың жемісі. Осыларға бекем болса, өлген жүрек тез тіріледі. Сөнген ой қайта жанады. Жүректің көзі ашылса, көңілге хақтың сәулесі молынан құйылады, деп ұстаз сөзін аяқтады.